Ассалаумағалейкум, автокөлік сүйер қауым. Бүгін біз Ақтау қаласындағы Олжа автокөлік сату базарындамыз. Бүгін мен сіздерге осы автокөліктердің бағасы қандай болып жатырған жайында қысқаша шолу көрсететін боламын. Келесі шығарылымда сіздер қандай автокөліктің бағасы туралы білгіңіз келеді, комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Және де маған қолдау білдіріп, осы арнаға жазылып, бұл видеоны достарыңызға таратыңыздар. Бұл каналдың дамуына өте жақсы септігін тигізеді. Сонымен кеттік көрейік. Так, ағайын, қараңыз, мына жерде Шкода Фабия тұр. Казахский учет. Мына жерде обмен да бар дейді, сатам дейді. Газ бензин 2 миллион 200 сұрап тұр. Объем 1.2, 2007 жылғы. Міне телефон номері тұр мына жерде. Былай сыртын бір көрсетіп жіберейін. 2 миллион 200. Қаланың ішінде жүруге жақсы машина. Зимний баллонмен тұр екен. Ағайын, мына жерде пятнашка бар екен. 2008 жылғы. Тут баллондар новый дейді. Зимний тұр еще. Таза бензин екен. Қанша дедім бағасы? 700 мың дейді. Көрсетіп жіберейік. Шумоизоляция дейді, дисктер шамалы ауыр екен. Мотор. Моторы. Телевизорлер қалай? Сау бәрі. Жарым. Так, Opel Astra тұр екен мына жерде. Так, 2006 жылғы дедіңіз ба? 2000 жылғы бензинмен, простой мотор сияқты ғой. Простой моторда тұр, кондиционер, ГУР бар екен. Бағасы қанша дедіңіз? 2,5 сұрап тұр. Келсеміз дейді енді. Жағдайымды. Део Nexia Росучет екен. Мына жерде нөмір жазылған. 2012 жылғы российский учет, бензин, пробег 170 мың дейді. Телефон нөмірі мына жерде жазылып тұр. 1 миллион 350-ге сатам депті. Дискімен. Жақсы екен. Мерседес 190-дық тұр екен мына жерде. 190-дық, 2.3 объем, 212 мың жүріпті. Механика 5-ступка дейді. ГУР, электропакет, кондиционер, газ, бензин, телефон нөмері тұр. Бағасын жазбапты. Осында енді. Mazda 323. Газ, бензин 1994 жылға 850 мың сұрап тұр екен. Жағдай жақсы дейді. Мынау телефон нөмірі. Хабарласаңыздар болады. Mazda. Ағайын, коробка мотор идеальный дейді, көліктің иесінің айтуы бойынша. Нөмір мына жерге қалдырып кетем.
Хабарлассаңыздар болады. Мындай мотор. Инжектор. Объем неше мында? 1.6. 1.6. Заводской өзі мотор. 16 клапан дейді. 16 бар. Так, Lada Granta 2014 жылғы. Бағасы қанша дедіңіз? 2.700.000 дейді, газ, бензин. Титан комментов. Жағдай жаман емес, жақсы. Ішін көрсетіп жіберейін сіздерге. Так. Қараңыздар ағайын, Lexus автокөлігі. Так. Lexus GS 398 жылғы 4,5 миллион сұрап тұр. Объем 3-түк. Мынау телефон нөмірі. Егер ұнаған жандар болса, хабарлассаңыздар болады әрине. Volkswagen Passat 93 жылғы, моторы новый екен, привозной алып келген. Жағдай жақсы. Қанша дедіңіз аға? 1.200.000 сұрап тұр. Егер алушылар болып жатса, хабарласуыңызға болады. Мен қазір нөмірін қалдырып кетем. Nexia 1 бар мына жерде. 2001 жылға 800 сұрап тұр, келісім бар дейді. Хабарласам деушілерге нөмірді мен қалдырам. Nexia 1. Так, ладно. Российский учетта екен. Так. Chevrolet Cobalt 2014 жылға 4 миллион сұрап тұр. Тек шамалы мына жерінде краскасы не бар екен. Басқасы барлығы жағдайы жақсы екен. Көліктің иесінің айтуы бойынша. Сырты мындай жақсы. Дискімен тұр екен. Хорошо. Так, мындай. Так, құрметті ағайын, 5,5 миллионға Ravon Nexia R3. Chevrolet Nexia ғой, R3. 5,5 сұрап тұр. 2020 дедіңіз ба? 2020 жылғы полный комплектация ғой, автомат, кондиционер, Титан кісі бар. Шымадай. 70 мың пробегпен Honda автокөлігі 97 жылғы родной краскасымен тұр дейді. Иесінің айтуы бойынша 3 миллион сұрап тұр екен. Так, егер ұнаған болса, хабарласуыңызға болады ағайын. Шымадай енді. 97 жылғы машина. Газ бар ғой дағы? Газ жоқ, бензинмен екен. Өлмейтін машиналар ғой.
Қараңыздар. Камри 45-ка. Қай жылға аға? 2010 жылға қанша сұрап жатсыз? 8,5. Хабарласуыңызға болады. Мына отқан адамдар болса. Машина өтіп кетпесе. Әрине. Газ бар. Шындай. Тағы да Део Nexia. Аға, бағасы қанша? 2,600,000 дейді. Қай жылға? 2012 тоже, 2012 екен. Так. Газы бар екен. Део Nexia автокөлігі. О, 2012 жылға екен, объем 1,5. Мынау телефон нөмірі. Хабарласқыңыз келсе. 4 есігінде шумоизоляция бар екен. 2,600,000 сұрап тұр. Құрметті достар, Chevrolet Nexia 5,5 мың сұрап тұр. Екі 2021 жылға 45 мың жүрген. Год какой? 21. Машина свежая екен. Вообще жүрілмей қалған ғой. Телефонда тұр бәрі. 5500. Номер жазылмаған екен. Бүгін мен сіздерге қысқаша шолу көрсеттім. Егер де сіздерге ұнаған болса, осы видеоны достарыңызға таратыңыздар, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар және арнаға тіркеліңіздер. Келесі шығарылымда сіздер қандай автокөлікті көргілеріңіз келеді, сол туралы комментарийға жазып кетсеңіздер де болады. Мен қарап келесі шығарылымда сол көліктерді іздеуге, көрсетуге тырысатын боламын. Жақсы, сау болыңыздар. Көріскенше күн жақсы.